Өмір деген сан түрлі тартыстан тұрады. Онда біреудің есесі біреуге кетіп, біреудің ақысы біреуде қалып жатады. Ал осындай толқыған толғаныстарына да адамдардың жарасымын келтіретін не нәрсе? Әрине ол адам бойындағы жақсы қасиеттер. Ендеше сондай жақсы қасиеттердің бірі кешірімділік. Ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер. Эфирде маңызды мәселе. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кешіру кеңшілігінен деп аталады. Студиямыздың қонақтары Әнуар Ізімбайұлы, Алматы қаласы Заря-Восток мешітінің наиб имамы. Және Келімжай Құтты, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты Иман журналының жауапты хатшысы. Қош келдіңіздер. Қалай жеттіңіздер? Жақсы. Шүкір Алла тағалаға, мына бүгінгі қасиетті жұма күні қарсаңында Алла тағаланың нұры жауып тұр. Иә, жұма құтты болсын. Қасиетті жұма күнде тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын деп тілейміз. Жалпы мынау адам өміріндегі жаңа айтып өткендей жақсы қасиеттеріміз көп. Солардың бірі кешірімділік. Бұл да бүгінгі таңда осы кешірімділікті бойымызға қаншалықты қалыптастырып жатырмыз. Бұл да бір үлкен мәселенің бірі екен. Сондықтан біз өзекті мәселе, өзекті тақырып етіп, осы кешірімділік кеңшілігінен деген тақырыпты алып отырмыз. Жалпы осы тақырыпқа кірмес бұрын, алдымен осы кешірімділік сөзіне бір тоқталып өтейікші, таратайықшы. Әнуар аға, осы кешірім дегеніміз, кешіру дегеніміз не жалпы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Мынау бүгінгі маңызды мәселеде көтеріліп отқан тақырып өте бір қазір қоғамдағы өте бір қажетті тақырып, ол кешірімділік. Арасында да әлемдерді жоқтан бар қылып жаратқан Алла тағаланың көркем есімдері көп. Солардың бірі Әл-Ғафур, яғни Алла аса кешірімді. Адам баласының кешірімі шектеулі, ал Алла тағаланың кешірімі шексіз екен. Осы Әл-Ғафур есімін қасиетті Құран кәрімді оқи отырсаңыз 234 жерден кездестіруге болады екен. Бұл ненің айғағы? Бұл Алла тағаланың өзінің құлдарына деген ерекше мейірімділігінің, рахымдылығының, кеңшілігінің айғағы болып табылады. Құран кәрімде жазалау сөзі 110 жерде қайталанса, ал екі есе болып кешірім 234 жерде 234 аятта қайталанып келген екен. Міне Алла бұл аяттарды тарқататын болсаңыз, сол аяттардың оқи отырып мән берсеңіз, көз жүгіртсеңіз, ой жүгіртсеңіз, Алла тағаланың адам баласы қандай халде болмасын, өзінің құлдарына деген ерекше мейірімді, рахымды, кешірімді екенін біз осыдан аңғаруға болады. Адам баласы болғандықтан, қоғам болғандықтан, қоғамдағы адам баласы біз біріміздің арамызда қарым-қатынас болады мәселен. Адам баласы болған соң кейде бір түсінбестік деген дүниелер болып жатады. Осы орайда адамзат баласына ауадай қажетті нәрсе бірін-бірін түсініп, бірін-бірін ағаттық кеткен жағдайда бірін-бірін кешіре білу үлкен ол қасиет. Пайғамбарымыз, оған Алла тағаланың игілігі мен сәлем болсын, өзінің бойына сондай бір кемелдікті топтастырған тұлға болатын. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, осы асыл дінімізді жаю мақсатында, осы өзіне жүктелген аманатты халыққа, өзіне жалпы адамзатқа жеткізу барысындағы өте бір қажетті болған дүниенің бірі еді. Егер пайғамбарымыздыға жасалған қастандықтардың әрбіріне жазасын беріп отырған кезде, онда өзіне жүктелген аманат орындалмай қалатын еді. Өзінің өмір жолын қарап отырсаңыз, пайғамбарымыз, Алланың игілігі мен сәлем болсын, Мекке дәуірі мен Мәдина дәуірін бөліп қарайтын болсақ, алғашқы Мекке дәуірінде пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, осы ақиқатты, осы асыл дінімізді жаю күндерінде қандай азапты күндерді бастан өткізген жоқ. Қандай қиыншылық көрсеткен жоқ. Солардың қиыншылықтардан, сондай бір сынақтардан, сондай бір ауыр күндерді артқа тастау үшін пайғамбарымызға сондай бір қасиет керек болды, ол кешірімділік. Кешіре білудің арқасында пайғамбарымыз өзіне хас дұшпан болған дұшпандарды адал досына айналдыра білді. Егер де пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, бұл қасиет болмағанда еді, онда онау аманат үзілді кесілді тоқтап қалар еді. Өте керемет. Жалпы кешірімділік, кеңшілік жайында жақсы түсінік алдық деп ойлаймыз. Жалпы осы кешірімділікті алдымен
пайдасы, әр нәрсенің өзінің пайдасы бар. Жақсы қасиеттердің бәрінің пайдасы бар. Осы кешірімділік адамды қандай жақсылыққа жеткізеді аға? Келімжайға таратып өтсеңіз. Кешірім, әбекең сөзіне азырақ қосымша, бұл жұмсақтық деремін да. Адамның кешірім адамдарды бір-біріне жақындата түсіреді. Бір-біріне ертең ала көзбен қарамай жақсы қарым-қатынаста болуына оң әсер етеді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның мынандай бір хадисі бар. Сен бармағанға барсаң, көрмегенді көрсең, және саған зұлымдық тілеген адамға сен зұлымдық тілеген адамды кешірсең, сен жәннаттық деген хадис бар. Сондықтан да біздің қазақта айтады ғой, өзі тауып айтқан, егер алдыңа келсе атаңның оғынан кеш деген да қазақ. Сондықтан да біз алдымызға келіп кешірім сұрап тұрса, ол кішірейіп тұрса, неге оны кешірмеске, кешіретін болады. Сонда бір адаммен жаңағы бір адамның арасы жақындайды. Пайғамбарымыздың дәуірінде болсын, басқа өте көп осындай оқиғалар болған. Дәл қазір бізге тікелей эфирден хабарласқан телекөрерменіміз бар екен. Бірден екі телекөрермен телефон қоңырау шалып тұр екен. Ендеше тыңдап алайық сұрағын. Ассалаумағалейкум. Сіз тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен өзім ауыр аяғы еледім, осы 2 айдан кейін Алла бұйыртса босанамын. Осы ауыр аяғы елдер баланы аман есен дүниеге алып келгеннен кейін жаңағы барлық күнәсі кешіріледі дейді ғой. Сол қаншалықты рас екенін айтып бере аласыздар ма? Жақсы, рахмет, сұрақ түсінікті. Келесі телефонымызды бірден тыңдап алайық. Менің бір дос балама ренжісім бар еді, бір жамандық кетеді. Осы бір айдың көлемінде кешірсем бе, кешірмесем бе деп ойланып жүрмін. Мен звондасам телефон көтермейді, оған қалай кеңес бересіз? Үзіліп кетті. Жақсы. Алғашқы сұраққа жауап беріп өтейік алдымен. Апайымыздың сұрағы түсінікті болды. Әуелі Алла тағаладан сол бойыңызға біткен перзентіңізді аман есен босанып алды, Алла тағала жеңілдік берсін. Әрине. Я сондай бір хабарлар бар. Адам баласынан адам шығу оңай дүние емес қой. Ол өлім мен өмірдің арасында жатады. Расында Алла тағаланың мейірімі, рахымы шексіз. Мынау бүгінгі кешірімділік болғандықтан Алла тағаланың кешірмейтін күнәсі жоқ. Сондықтан адам баласы босанған кезде Алла тағала оның бүкіл күнәсін кешіреді дегенде бір хадистерді оқығанбыз. Сондықтан иншалла үміт етеміз. Алла тағала ғафур рахим. Алла тағаладан үміт етсек, Алла тағала кешіреді деп үміт етсек, Алла тағала біз ойлағаннан да артық нәрсені бізге иншалла жақсылықты жасап қояды. Өте жақсы. Екінші жаңағы бауырымыз бір айдай болып қалды дейді. Пайғамбарымыз бұл жерде қайтқан хадистеріне пайғамбарымыз тоқталамыз ғой. 3 күннен артық бір-біріне жауласып, өштесіп жүру пайғамбарымыз бұны былайша айтқанда харам болған да. Сондықтан да мүмкіндігінше егер телефонды алмаса барып кездесіп, мекен жайы бар дегенде барып кездесіп, себебі жаңа кездесіп мүмкіндігінше сөйлесу, әрекет жасау керек. Енді мынандай оқиғалар болған ғой, енді бір кісіге бір ұстазы шәкірттерін жинап алып картоп береді. Кейін картопты береді, осындай оны жаңағы саған сендер ренжіп жүрген адамдардың аты жөндерін жазыңдар да қапшықтарыңа салып қастарынан тастамай алып жүріңдер деген ғой. Содан кейін бірнеше күн алып жүреді, бірнеше уақыт өтеді, сен ұстазына қайтып келеді. Ұстаз, бұл болмайды екен сіздің айтқаныңыз. Біз бұл жаңағы несі өтіп бара жатыр срогі дегендей. Қай жерге барсақ та бізге жаман тыжыранып қарайды, картопымыз сасып баратыр, көрдіңдер ма дейді. Сондықтан да дейді, егер сендер адамдарды өстіп үнемі өштесіп кешірмей жүретін болсаңдар, сендердің де жағдайларың осындай артық нәрсені алып жүрсіңдер дейді. Егер ол бір-бірін танитын болса, дос болатын болса, шынайы дос осындайда білінеді. Ол шынайы дос, ақыреттік дос болса, оны еш уақытта кешірмей жүрмейді. Оны кешіреді, өйткені бұл дүниеден ол өтіп кетуі, ол үлкен, ол үшін бір қасіретке айналып қалуы мүмкін. Сондықтан да бірде жаңағыдай пайғамбарымыздың осындай бір сұхбатында отырып, пайғамбарымыз сол кешірімдік жайында өте бір керемет уағыздайды. Содан арадан бір сахаба орнынан тұрып, топтан шығып, бірнеше уақытқа кетіп қалады. Сонан соң ол сахаба әлден уақыттан кейін қайта оралады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, әй сахаба, сен не нәрсе сені осы арамыздан тұрып кетуге не түрткі болды дейді. Сонда жаңа ойланады. Мен осындай бір өзінің туған әпкемменен, апайымен араздасып жүредік дейді. Сіздің уағызыңызды естіп, кімде-кім Алла тағаладан өзінің кешірілуін қаласа,
барып кешірім сұрасын, есігін бірінші қақсын деп. Сіздің сол сөзіңізді естіп, я Алла, ішімнен дұға еттім. Мен барам дегенше ол кісі жаны шығып кетпесін. Ол кісі тірі болам дегенше менің жаным шығып кетпесін деген сондай бір үміт пен үрейдің арасына барып, әпкемнің алдынан өтіп, есігін қағып, арамыздағы болмашы бір дүниеге араздасымыз үшін кешірім сұрап, татуласып келіп отқан жағдайым бар деген екен. Жалпы енді шынайы адам ниеттену керек, Аллаға дұға тілеу керек. Әрине. Сол үшін одан ары қарай әрекетке бару керек екен ғой. Сол кезде Алла тағала өзі көмектеседі. Солай емес пе? Жақсы, өте керемет. Жаңа Келімжайға сіз айтып өттіңіз, алдыңа келсе атаңның құны болса да кеш деген ата бабаларымыздың қалған бір сөзі бар. Енді осы ағайын мен бауырды, ел мен елді табыстыру үшін бабаларымыздың осы кешірімді болуға, кең болуға, рахымшыл болуға тәрбиелегені бәрімізге белгілі. Енді осы дәріптеу тұлғасында өзіміздің үлкендерден көрген, мына аталарымыздан естіген, аналарымыздан естіген осы кешірімділік, кеңшілік жайында бір әңгімені таратып отырсақ. Енді ата бабаларымыз осы, мен ойлаймын, Алланың бір көркем есімдерінің бірін кешірімді деген ғой. Осыны дәстүрге сәйкестендіріп қатты ұстанған ба деп ойлаймын. Себебі мынандай жерді алып қалу оңай шаруа емес те. Кешірім болмаса, бір-бірімен ағайын достың арасында жақсылық жүрмесе, енді өздеріңіз білесіздер, мына қазақ көп қиыншылықты көріп өскен, көп қиыншылық тарихында көп зобалаңдарды көрген халық қой. Мына қазақ хандығының құрылатын кезінде де өзіңіз білесіз, жаңағы Қобыланды батыр бабамыз Ақжол биді өлтіріп қойып, осындай үлкен арасы дауғаласып, екеуі бұлай Қобыланды елге есіп кетеді былайша айтқан кезде. Сол кезде Асан қайғы атамыз араға түсіп, Қобыланды айналайын, сен қайт, елге қайт, сен енді білместікпен жасаған болуы мүмкін, сен егер жаңағы атаңның алдыңа барса атаңның құнын кеш деген сені кешіруі мүмкін деп осындай әңгімелер. Сол кезде қазақ хандығы көшіп баратқан кезде, мына Жетісуға келіп орналасып жатқан кезде Қыпшақтардың Ойбас деген биі келіп жаңағы бүкіл қазақ халқынан кешірім сұрағанда, бізді қарамақтарыңызға алыңдар, бізді қазақтың бір ұрпағымыз деп кешірім болып, сол кезде екі ел татуласы үлкен, бұл жаңағы бұның арты елдікке татулыққа ұмтылады. Себебі ол кезде аз халыққа, азғантай халық Қыпшақтарда бұл жерге керек еді, мысалы елдікті құруға. Себебі бауырына басып, құшақтасып, аттан түсіп, осындай оқиғалар қазақта көп болған. Ақжол бидің әкесіне ұшырағанда айтады, ол жалғыз ұлым еді дейді. Сонда жалғыз ұлды былайша айтқанда елдіктің несі үшін елдік үшін жаңа құрбандыққа шалып отыр да. Сондықтан да кеші жаңағы атаңның құны болса да алдынан келіп қалған соң аса кеште қоя бер деп жаңағы билеріміз жырлап өткен ғой. Ол бізге де жетті. Өткенде қазақ елі жаңағы көркем фильмінде де, сериалында да осыны қамтыған. Қазақта мынандай қанатты сөз бар: жақсылыққа жақсылық дейді, әр адамның ісі дейді. Ал жақсылыққа жамандық ер адамның ісі дейді. Жамандыққа жақсылық ер адамның ісі дейді. Қандай керемет сөз. Шынында да ол ер адам, ердің ері істейтін әрекет та бұл жерде. Әр адам істей алмайды. Сондықтан да біз осы ата бабаларымыздың көрсеткен жолынан тайқымауға тырысуымыз керек осы. Нұр сүресінің 22-ші аятында мынандай аят бар екен: кешірімді болып кеңшілік етіңдер. Сендер Алланың өздеріңді кешіргенін жақсы көрмейсіңдер ме? Алла өте кешірімді, ерекше мейірімді деген. Бұл ашық бізге келіп отыр. Бізде кейде жаңа ағамыз айтқандай, кейде адамдар енді бабаларымыздан да қалған бір жақсы дәстүрлер бар. Оның бәрін ескеруіміз керек негізден. Бірақ осы күнделікті өмірде, мына жалпы тұрмыс тіршілігімізде қазір мынау көріп жатқан айналамызда, жаңа қоғамымызда түрлі жағдайлар орын алып жатады. Осы кешіре алмай жататын жағдайлар болып жатады. Осы адамды кешіруден тосатын не нәрсе? Әнуар аға, таратып өтсеңіз. Әрине, мынау адам баласының бойын билеген мынау тәкаппарлық деген өте бір жаман қасиет бар. Содан арылу керек. Өйткені ішкі жүрегінде шаңның тозағындай тәкаппар болған адам, бұл жәннат былай тұрсын, жәннаттың иесінен махрұм қалады деген. Сондықтан бұл тәкаппарлық адам баласының қас жауы. Тәкаппарлыққа бой алдырған адам ол ешкімді кешіре алмайды. Ешкімнің алдына басы иесі келмейді. Тіпті деген ол келіп, басын иіп, елімен, халқымен, ағайын жұртымен келіп жатса да, ол жағдай менмендікке салынып, тәкаппарлыққа салынып, жағдай кешпей жатқанда ел ішінде жоқ емес. Қазақта сөз бар: иілген мойында қылыш шаппас дейді. Қараңыз, иіліп асиып келді ме, оны қылыш шаппас дейді. Бұдан мақсат не? Расында да осы орайда Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, сол кісінің өмірінен бір оқиға келтіре кетейін. Күндердің бір күнде Әбу Бәкірдің қызы пайғамбарымыздың асыл жары Айша анамызға жала жабылады. Қандай жала?
ол тарихтан белгілі, Айша анамыз зина жасады деген болады. Сөйтіп осы қауесет Мәдинаның бүкіл шартарапына жайылып кетеді. Сөйтіп Әбу Бәкірдің бір жомарттығы еді. Жомарттығы бір адамға өте көп қарайластыратын еді, жәрдемдесіп тұратын еді. Яғни өзінің артылған дүниені оның бала шағасына апарып беріп, оған бір жақсылық жасап жүретін еді. Сөйтіп әлгі қауесет тарап кеткеннен кейін, әлгі өзінің жақсылық жасап жүрген адамы солар тарапқа өтіп кеткен. Яғни өзіне қарсы тарапқа өтіп кеткен. Керісінше Айшаны қорғау емес, керісінше Айшаны қаралағандар, Айшаны әжуалағандардың тарапынан сот сапта тұрады. Тіпті солардың сөзін сөйлеп тұрады. Сонда Әбу Бәкір іштей ант етеді. Аллахи дейді. Аллаға қасам, Аллаға ант дейді. Одан былай бәленшеге мен еш уақытта көмек көрсетпеспін дейді. Мысал келтіретін болсақ, расында сіз біреуге жақсылық жасайсыз, біреуге қолыңызға көмек бересіз. Бірақ күндердің күнінде сізді қорғайтын тұста, ол сізді керісінше қорғаудың орнына сізге қарсы жақта тұрғанса, өзіңіз қандай жағдайда боласыз? Сол нәрсе өтіп кетті ме, Әбу Бәкір сондай бір нәрсені іштен түйіп, содан кейін барып сондай бір аят түседі. Өздерінің қолдарынан мүмкіншілік келе тұра садақа беруді тоқтатпаңдар дейді. Алла тағала мейірімді, рахымды деген секілді. Содан осы аят түскеннен кейін бастап Әбу Бәкір қайтадан әлгі жаңағыдай өзі жақсылық жүрген адамға қайтадан да жақсылық беруін жасап жалғастыра берген екен. Қараңыз, қандай керемет дүние. Ағамыз айтқандай жаңағы нағыз ер адамның ісі. Әбу Бәкір оны жаңағы аяттың соңында айтады, сендер кешірілуді қаламайсыңдар ма дейді, қаламайсыңдар ма дейді. Сол кезде Әбу Бәкірдің жүрегіне ол бірден әсер етеді да, қайтадан мен көмектесе беремін деп өзіне қайтадан жалғастырады. Дәл қазір бізге бұл енді өте өзекті тақырыптың бірі ғой, мен қоғамымызда орын алып жатқан. Дәл қазір бізге тікелей эфирден хабарласқан телекөрерменіміз бар. Сұрағын тыңдап алайық. Бүгінгі кешірімдік туралы айтылып жатқан тақырыптарыңыз өте орынды. Менің бір айтайын деген сұрағым, мына ағайындар арасындағы, мысалға бір ниеті дұрыс емес ағайындарымыз болады. Олардың енді бір ісін кешіресің, екі ісін кешіресің. Енді қашанғы кешіре бересің. Мысалға менің бір ағысыным бар. Енді ол өзінің көбінесе өзінің туысқан жағына көз қарасы жақсы да, ал біз барсақ, енді бізді енді бір ит аяқтан тарту береді дейді ғой қазақта. Сондай бір жағдайға салып қояды. Сосын енді оның бір ісін кешіресің, ағайын деп 2 рет барасың, 3 рет барасың, қашанғы енді оған таптала бересің мысалға. Содан кейін бір мына қатынастықты үзуге тура келіп қалады. Бұған не істейміз? Қалай қатынасамыз бұндай ағайындармен? Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Өте өзекті нәрсе. Әнуар өзіңіз бастасаңыз. Енді пайғамбарымыз тағы хадистеріне тоқталамыз да, егер ағайын туыспен қатынасты үзетін адам жәннатқа кірмейді деген. Пайғамбарымыз өте ауыр хадис бұл енді. Әрине өте түсінуге болады, 1 рет кешіру, 2 рет кешіру, 3-ші рет кешіру. Бірақ сонда да ол енді адам ойлау керек, ол менің туысқаным, адам туысқанды таңдап ала алмайды екен да. Ол оның тағдыры. Ол адам туысқанды, баланы, басқаны таңдап ала алмайды. Сондықтан да ол мүмкіндігінше жақсылық жасай беру керек деп ойлаймын. Сонда ана жүрегі ашылып, Алла тағала ол да бір күні түсінуді нәсіп етеді. Ондай жағдайлар көп болған енді басымызда. Бірден жаңа болмай деген үзіп тастауға себебі пайғамбарымыздың тікелей Аллах тағаланың әмірі бар. Кім туысқанмен қарым-қатынасты үзсе, ол жәннатқа кірмейді деген. Ал біздегі өміріміздегі басты мақсатымыз осылай жүргенде жәннатқа кіру біздің мақсатымыз. Сондықтан да мүмкіндігінше әртүрлі жолдарды көру керек. Оны түсіндіріп, жүрек жаңағы бір ағамыз айтып еді, сен жүрегіне жол таппай жүрсің ғой оның деп. Сөйлесіп көру керек. Адам сөйлескенше дейді, ат кісінескенше деген сөз бар ғой. Сөйлеп, абысына сен не бұлай деп жүрсің, біз сізға неге ұнамай қалдық, бір ашып айтып, мынандай да бір осындай абысындардың арасында, бауырлардың арасында бұндай әңгіме өте жиі болады. Өте жиі болып тұрады. Өте жиі. Мынандай бір әдіс десек те болады екен да. Ылғи абысындар қосылып бір тамақ ішетін жерге жиналып, бір-бірінің сырын айтып, бала тәрбиесінде күйеулеріне қарап, неге бұл бір-біріне ренжиміз? Осындай бір дастарханның үстіне көп нәрсе шешіліп жатады ғой, шындап. Қазақта сөз бар ғой, абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ас көп деп. Сондықтан да бір дастарханға жиналып, бір-біріне реніштерін
айтып неге кешіре алмай жүрміз? Дәл осы аралықта жаңа сіз айтқандай абысындардың басын қосып жаңағы бірікпейтін абысындар мүмкін жаңағы араларына оны күйеулерді атсалысу керек шығар. Көмек керек шығар бұл жерде. Иә. Жаңа абысындардың үлкені немесе үлкен атасы бар, енесі бар, үлкен туыстары бар. Даже күйеулерінің өздері жинап дастархан басына келісіп алыңдар. Сендер араларыңда неге ол аламысық өткен деп. Болмаса ағайындар келісіп, өйстіп, егер ол шешілмейтін нәрсе жоқ па негізі. Жүрекке жол таппай жүр, сөйлесу керек бұл жерде адамдар. Жақсы, көрерменіміз өзіне тұшымды жауап алды деген ойдамыз. Тағы да жауапты Алладан сұрау керек қой, дұға ету керек негізінен. Тағы да бір телекөрерменіміз бар екен, сауалын тыңдап алайық. Сіздерге қоятын сұрағым, біздің бір туысымыз көп ақша алып, бізді алдап кетіп еді. Жалғыз бізде емес, бірнеше адамда. Соны біз енді амал жоқ кешірдік. Енді осы кісілердің Алланың алдында қандай жағдай, қандай болады екен, соны түсіндіріп беріңіздерші. Рахмет сұрағыңызға. Жалпы Әнуар аға, анамыз үлкен сауап істеген ғой. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейді, жаңа кешіре білу. Ол жаңағы ағамыз айтқандай, жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі деген секілді. Сол ер кісіге лайықты іс атқарған екенсіздер, Алла сауаптан жазсын. Жалпы мынау кешірімділік екі тұрғыда қаралады. Ол Алла менен пенденің арасындағы, оны Алла қаласа кешіреді, Алла қаласа оны жазасын береді. Ал адам мен адамның арасындағы дүниеге Алла араласпайды. Олар бірін кешіргенше деген. Сондықтан пайғамбарымыз оған Алланың егілгенмен сәлем болсын, Валлахи, Валлахи, Валлахи деп 3 рет қайталады. Түрде өзгеріп кетеді. Сонда сахабалар, я Расулаллах, сондай бір үкім аят түсті ма, сондай бір тозақ туралы аят түсті ма деп жаңағыдай барлығының жаңағыда бойын үрей билей бастайды. Сонда дейді, айтады, егер адам баласы шахид болып дүниеден өтсе дейді, қайтып келіп тағы да шахид болып дүниеден өтсе, қайтып келіп тағы шахид болып дүниеден өтсе де жәннатқа кіре алмайды, егер оның мойнында қарызы тұрса деген екен депті. Сол айтпақшы, қарызды ол қияметке қалдырмаған жақсы. Жаназаның барысында біз енді сұрап жатамыз, жаңағыдай бұл қайтқан кісінің қарызы бар ма, қарызын кім өтейді деген. Пайғамбарымыз және оның сахабалары мәселен жаназа кезінде төлей алмағандардың Абу Бәкір болсын, Осман болсын, олар шығып өздерінің мойнына алып, о дүниеге қарызсыз аттандырып кеткен екен. Сондықтан онда жаңа ағайындардың бәрі бір ауыздан егер келіскен болса, бұл тіршілікте шешіп қоятын болса, ақыретте Алла тағала өзі шешеді. Алла тағала шешеді. Дәл осы сауалға байланысты бір сауал бар еді бізде қойылған. Егер біреуден қарыз алып, беру уақытын кештіріп жатқан кезде ашуланып кейде бермей ақ қой, садақа саған, кештім сол ақшаны деп айтып қояды. Кейін барып, жаңа ашу тарқағаннан кейін барып қайттан сұрауға бола ма соны? Сұрауға хақысы бар ғой. Өйткені ол жаңағы өзі мұқтаж болғандықтан ол нәрсені қайдан алуға толық құқығы бар. Әрине. Ал енді жаңағы садақа ету ол бір бөлек дүние. Ал енді кешіктіру әрбір күн үшін сол мөлшердегі сауапты алып отырады екен. Қарыз берген кісі, әлгі сол қарыз берген кісі сондай сауапты алып отырады екен. Қарыз бергендей сомадағы әр күнде сондай сауапты мүмкіндігінше көп жинап жатыр да. Өз пайғамбарымыз айтқан, кешіріңдер деген мүмкіндік болса екен. Егер болмаса, кешіктіріңдер де, кешіктіріп алу да өзі сауап негізі. Бірақ екінші жағы да бар да, оны уақытында беру, қарыз алушының уақытында беруге де ұмтылу керек. Ол жағы да бар. Соны ескеру керек. Жалпы енді қазақта сөз бар, кешірімділік кеңдіктің белгісі дейді. Бұл енді көңілдің кеңдігі емес сонда, кешірімділік деген. Жалпы тақырыбымызға басқа тарапынан тағы да оралсақ. Әрине, оны көңілдің кеңдігінен деп қарасақ та ол артықты болмайды. Әрине. Ал енді шындығында да жаңағыдай кешіре білу, нағыз кешіре білу дейді. Нағыз кешіре білу, ол өзінің жазалауға да толық мүмкіндігі болып тұр. Жазалайым десе де, өтемақысы өндіріп алам десе де, толық қолында оның құзыреті бар. Ал бірақ Алла тағала үшін кешірсе, ол шынайы кешіргеннің, шынайы мұсылманның бейнесі сол болады. Енді мынау тілмен кешіру бар да, жүрекпен кешіру бар да. Тілмен айта салады енді адамдар кешірдім деп, бірақ әрекеті, қарым-қатынасы, саған деген көзқарасы бәрібір басқаша болады. Адам байқап тұрасың ғой енді. Ал жүрекпен кешіргенді бұл жерде айтып тұр да, Алла тағала егер оны жүрекпен кешіріп жүрсең, Алла тағала сені де кешіреді деген сияқты. Сондықтан да жаңағы көркем есімдерінің бірі ғой. Біз мынаны ұмытпауымыз керек та, Алла тағала жаратушы. Біз жаралған адамбыз да. Былайша айтқанда Алла тағала сондықтан да жаратушы кешіріп тұрғанда біз оның жаралған адамын неге кешірмес? Әрине, егер бұл дүниеге жүрегіміз байланып қалса, мейір шапағатымыз аздау болса, бұл жерде басты нәрсе имандылық қой.
соны күшейтсе кешіре аламыз. Иә, рахмет аға. Дәл қазір бізге тікелей эфирден хабарласқан тағы бір телекөрерменіміз бар екен. Менің бір сұрағым, кеше передачада бүткіл хабардан көрсетіп жатты. Мына автобуста бір мүгедекті балтақпен жүрген контролерлер итеріп, далаға итеріп тастаған. Ол домалап атты дейді, бак адамның көмегі болмайынша. Сондай адамдар қайтеді, кешірімді бола ма контролерге, или кешірсе, келесінде тағы контролер солай істейді ғой. Не істеу керек осындай кездерде? Әлеуметтік желілер арқылы бәріміз де осы бейне роликті көрдік, жағамызды ұстадық. Адамзат баласы не болып баратыр? Мейірім қайда? Кешірім қайда? Рахым қайда? Құс екеш құстың өзі мәселен, жаңағыдай бір-біріне деген мейірімдігі, жануарлардың бір-біріне деген мейірімді. Ал біз оның қасында адамзатпыз ғой. Қандай болсын мәселен, мүгедек болсын, денсаулығы толық болсын, бүгінгі таңдағы өте бір жаңағыдай бір ұмытылып баратқан, жойылып баратқан адам баласының бойындағы бір асыл құндылық қасиет, осы кешірімдік деген нәрсе бойымыздан кетіп бара жатыр. Бәлкім бұл біздің жаңағыдай бір имансыздық деп айтамыз ба. Сонымен қатар мәселен мүмкін біз жаңағыдай бір арам азық пен қоректендіктен ба бойымызда осындай бір жаман қасиеттер пайда болып келе жатыр. Ағайын, қарасаңыз, кейбіреулер мысалы жағдайы қауқары жетпегендіктен, шамасы жетпегендіктен кешірім беріп жатады. Ал енді кейбір кісілер бар, жағдайы жетіп тұрса да, қауқары жетіп тұрса да, жаңағы өзінің ақысын қайтара алатын болса да, кешірім береді. Осының ара жігінде қандай бір айырмашылық бар? Әрине, жаңағы біз сөзіміздің басына оралатын болсақ, мүмкіндігі толық жетіп тұр деп айтылды ғой. Яғни оны заң алдында да, бұлай адами қарым-қатынас тұрғысында да мәселен кешірем десе де, кешірмеймін десе, жазалайым десе де, қандай да бір шара қолданылса толық құқығы бар. Ал бірақ Алла разылығы үшін, Алладан өзі үміті болса, ақыреттен үміті болса, қияметтің күнінде мәселен есеп-қисаптан үміті бар адамдар осындай нәрсе кезінде шындығында да кешіре біледі. Жаңағы мәселе ғой, алдыңа келсе атаңнан құның кеш дейді. Осы сөздікшен тарқататын болсақ, ата үлкен қымбат дүние мәселе. Атаң, анаң, әкең, бауырың, одан ең қымбат дүниелерің ғой. Демек сен ең қымбат дүниелеріңнен айырылып тұрған кезіңде де жаңағы алдыңа басын иіп келді ме, сен кешіре біл. Бір қазақтың тарихына тағы бір тоқталып өтсек, бізде мына әбеке Құранда қысас деген бар. Өзіңіз бар. Бірақ қазақ соны мына Тәуке ханның 7 жарғысында түрме болмады бізде, басқа болмады деп айтамыз ғой, абақты болмады, зындан болмады деп айтамыз. Мына Орта Азия елдеріне барсаңыз, Самарқанға барсақ, Бұхараны көрдік, басқа жерді көрдік, зындандар бар да кәдімгі. Неге болмады десек, Тәуке ханның 7 жарғысында егер адамды бір адам өлтіріп қойса, ол жаңағы өлтіруге рұқсат етпеген да. Мал берумен, құнмен, кешірім, бұның өзі кешірім қарасаңыз. Неге? Себебі құнды жаңағы өзінің бір белгілі мөлшері бар. 1000 қой деген. Егер ол бір көзінен әдейі жаңағы көзін ағызып қойса 500 қой деген. Себебі екі көз уже 1000 қой, екі көз деген адамның бірі толық құнын төлеген да. Сондықтан да қазақ жалпы біздің қанымызда бар дәстүр еді да бұл. Шындада да енді оған жаңағы өлтіргенмен пайда жоқ да. Мүмкіндік. Мына Құнанбайдың фильмінде де басқаларда да жаңағы не қылады? Арман бауырымда құнын төлетеді. Ол шындада өліп қалды, азаматы өлді, оны ана азаматты өлтіріп тастағаннан одан ешқандай пайда жоқ. Қайта сол жесір әйелге алдынан малын сатып берсе, балдар өсіп келе жатыр ғой ол жерде. Бала шаға өсіп келе жатыр. Ертең ол күнкөріс керек, баланы тәрбиелеу керек, оқыту керек, басқа шоқыту керек, киіндіру керек деп соны анаған жүрегі де жібейді. Мал бергеннен кейінше жаңағы жүрегі жібейді да арасында қайтадан достық, мейірім орнайды да. Қазақ қалай керемет шыны абақты болмағанда осыдан оны заң қылып арнайы бекіткен осыны біздің ата бабаларымыз. Қадыр Мырза атамыздың сөз өлеңі бар ғой сондай. Тату тәтті көршілер шыр бұзбаған, бірге тоңып суыққа бір мұздаған, бір жаманы сонда да үй тұрғызбаған, бір жақсы абақты тұрғызбаған деп аяқтайды ғой енді. Көрдіңіз ба, осындай біз қасиеттерімізді жаңағы әбекенің сөзіне қосымша жаңағы мүгедек бауырымызды енді ол қазақта сауап қой, бір алып кеткеннен, ол жерден түсіріп жібермеген ештеңе жоқ та, бір 80 теңге бергеннен алғаннан жоқ та, қайта адам оған еселеп беретінін ол өмірде талай көріп жүрміз. Біреуге жақсылық жасасаң, ол міндетті түрде жаңағы адамнан да қайтады екен. Егер ол ақыретке қойсаң, Алладан міндетті түрде қайтады. Енді бұл жерде аға бір жағынан қарайтын нәрсе, бұған біз қоғам болып атсалысуымыз керек қой. Егер де сондай бір жағдай орын алып жатса, оған әр адам өзінің жүрегінде намысы бар, иманы бар адам
бірден оған өзінің жаңағы әрине оған жол бермеу дұрыс керек. көзқарасын Адам беріп тұрғыда отырады. бәрібір. қазақ халқы қарап отырсаңыздар басқа ұлттардың өзін соғыс кезінде де бауырына басқан да. Қарап отырсаңыз мейірімді болған болса, біздің қазақтың мейірімді. соғыс жылдарында мысалы, соғыс жылдарында әзіргі қанша жағдайымыздың адамды бәрі осыған куәгер. оны үлкен бізде басқа ұлттардың да өкілдері имамдар болса соны әліге дейін 70-80-дегі ақсақал шалдар айтып жүреді. Ол өзі тамақ жоқ, өзінде бөлме жоқ, өзінде үй жоқ, бірақ бір бөлмесіне беріп. Ал ол мейірімділік та, ол кешірімділік барлығы бір синоним сөздер да, ұқсас сөздер. Елбасымыз туралы фильмде де осындай көрініс бар ғой. Иә, сол жаңағы несін кілемін апарып, басқа ұлттардың жаңағы көшіп келген бөлмесіне барып салуының өзі бұл бар нәрсе да, соны біз тірілтіп, түртіп, тірілтіп жіберсек. Яғни кешірімділіктің ол мейірімділікпен де астасып жатқан бір мейірімділік, барлығы бір-біріне бөліп жарып қарамайтын дүние ғой. Иә, дұрыс айтасыздар. Енді жалпы енді тағырымыз тағы да тағы бір жағынан қарасақ, осы кейде біз осы кешірімділік дейміз, осыған мән бермей кейде ынжықтықпен шатастырып жатады. Мысалы, кейбір адамдар біреуден барып кешірім өзінің қателігін біліп тұрса да, алдына барып кешірім сұрағысы келмейді. Сонда жаңағы өзінің бір абыройын түсіп қалады ау деген сияқты өзінің бір ой тұрады ішінде. Содан алдына бармайды. Осы жайында не айтуға болады мысалы? Не істеу керек адам ондай жағдайда? Ондай адамдар не істеу керек жалпы? Әрине, енді жаңағы ынжықтық деген арасында да кейде болады. Ал бірақ адам баласы кешірім сұраудан еш уақытта арыланбау керек. Ол ынжықтық емес қой. Кешірім сұрау деген. Ол еш уақытта ынжықтық емес. Керісінше ол шынайы мұсылмандықтың белгісі. Айыбын білген адам? Айыбын білген, өз айыбын біліп. Шын мұсылман сол дейді, өзінің айыбын біліп, соны мойындаған дейді. Сондықтан ол бір ода тұрған ешқандай не жоқ. Жаңағыдай ұлық болсаң кішік бол дейді мәселен. Одан еш уақытта кем қалмайсың. Сондықтан біздің бойымызға аса бір қазір таңдағы өте құнды дүние. Расында да қазір мәселен осы арнаға келер алдында қандай мәселен тығынменен жеттік. Сонда қарап тұрсақ жаңағыда бір-бірінше көлік жүргізушілер осындай бір кішкентай бір аласапыран заманда уақытта мәселен бірін-бірін жапалағаттап, бірін-бірінен дауыс көтеріп, түсе қалып жағаласып, әкеден шешеден сыбап жатады мәселен. Сал сабыр етсе, бірін-біріне мәселен кешіріммен қараса, барлығы бітетін дүние ғой. Көрдіңіз бе мінекей? Адам бала шындығында сабырсыздықтар, шындығында да мәселен. Осындай нәрсе қазір қоғамда өте көп. Бір әлеуметтік желіде бір оқиға таралды ғой. Бір кісі жаңағы көлігімен енді алға жүріп өтіп кеткен кезде бір көлікке соғылып қалады арт жағынан, байқамай соғылады. Сонда жаңағы қарап қалсақ қымбат жаңағы Toyota 200 дей ма, сондай машина екен. Шошып кетеді ана кісі, ойбай, мына машина соқты мен, не болды мен деп машинасын атып шықса, машинасынан бір жас жігіт атып шығып жүгіріп келіп, аға ештеңе болған жоқсыз ба? Жарақаттанған жоқсыз ба? Бәрі дұрыс баға деп жаңағы айтады. Ана үлкен кісі таң қалып қалған ғой. Жақсы сөз айта білуіміз керек та біз бір-бірімізге. Сонда адамдардың жүрегіне мейірімділік, кешірімділік орнайды. Сонда сол жаңағы мейірімділіктің бір көрінісі ғой, көркем мінез деуге де болады бұл мысалы. Жылы-жылы сөйлесең, қандай жақсы да мысалы. Сонда жаңағы ағадан сұрап жатыр дейді ғой. Жаңа аға сұрайды ғой, мен сенің машинаңды соғып қойдым ғой, енді қалай болады десем, ой аға бұл темір ғой. Ең бастысы аман болыңыз, жақсы жүре беріңіз, бұл жөнделеді деп кетіп қалды дейді. Осындай бір оқиғалар енді бір тәрбие ғой, ойлап қарасақ, қазіргі кезде осындай кездестіре алмай жатамыз кейде. Жаңа ағамыз айтқандай шынымен жолда жай бір жол бере салу үшін де бір-біріне жол бермей қысылысып қалса, ол жерде де кешірім сұрағысы келмейді бір-бірінен. Тұрады да жаңа жағаласып ұрсады. Оның бәріне адам енді өзін өзі тәрбиелеу керек қой шынымен де. Расында. Енді пайғамбарымыздың өміріне де негізі жүректі ашатын имандылық қой бұл. Пайғамбарымыздың өміріне де, ата бабаларымыздың өміріне де олар дұрыс жолда жүрмейді деген қате пікір да. Олар дұрыс жолда жүріп кетті да. Бізге соның да дәнін екті. Осы дұрыс жолды ұстансақ, иншалла бізде бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Пайғамбарымыз мүмкін жауларының өзі кешірген арқылы дінді қабылдап кеткен. Бір оқиға бар. Мысалы, пайғамбарымыз әлі Мекке заманында Қағбаға барып намаз оқып тұратын болған. Сол кезде намаз оқитын жердің қасынан бір үй бар екен, содан үнемі пайғамбарымыздың үстіне қоқыс төгіледі екен. Бір төгіледі, өтіп кетеді, үстін тазалап келіп қайтадан оқиды намазын, екінші төгіледі, үшінші күні барса қоқыс үстінен төгілмей қалыпты дейді. Пайғамбарымыз ойлайды ғой, не болды екен деп, ол кезде жаңағы екінші қабат дейміз ғой, сатымен шығып екінші қабатқа көтерілсе, бір кісі ауырып жатыр екен да. Ауырып жатыр екен. Пайғамбарымызды көріп, ана кісі жылап жібереді. Саған жағдайыңды білуге келдім, неге бүгін жаңағы ерекше күн ғой, үстінен қоқыс төгілмей қалды дегенде, шынында да сен Аллахтың елшісі екенсің. Мен шынайы пайғамбар екеніне көзім жетті деп, сол кісі яхуди дейді, тарихшылар айтады да, сол кезде сонда дінді қабылдаған екен дейді. Осындай өмірі пайғамбарымыздың өмірінде өте көп болған. Мына Мекке алынады соңғы жылдары пайғамбарымыздың, қарап отырсаңыз. Ол кезде пайғамбарымызға істемеген нәрсесі жоқ еді меккеліктердің.
тісін сындырды, ұрды, балағаттады, сиқыршы деді, өсекші деді, айтпағаны жоқ. Таиф қаласының даже тұрғындары сондай ұрған кезде жаңа хадистерде келеді, мәс калошына жаңа не қан толып кеткен екен деп айтылады. Соның барлығын енді ойлайды ғой, Мекке алынды, 10 мың әскер мұсылман кеп Меккені алғаннан кейін ойлайды, біздерден қырып жойып жіберетін шығар дейді. Сол кезде алдынан шығады ғой, бәрі пайғамбарымыз айтады, енді бізге не істемекшісің дейді. Қандай шара қолданасыз деп, олар қорқып тұр, жүрегі былайша айтқанда аузына тығылып тұр. Сонда өздерінің айыбын біліп тұр ғой. Айыбын біліп тұр ғой. Пайғамбарымыз айтады, мен сендерді Юсуф пайғамбар ағаларын, бауырларын кешірген сияқты мен де сендерді кешіріп жібердім дегенде, сол жерде қанша адам исламды қабылдап кетеді. Ол соғыспен алған жоқ пайғамбарымыз олардың жүректерін, кешіріммен алды. Қандай үлкен дүниесі ол, осындай кешірім. Қанша мыңдаған адам сол жерде ля иляха иллаллах Мұхаммад расулаллах тілін кәлима айтып пайғамбарымыздың артынан ертті, содан ислам күшейді. Егер дәл соны біз қазіргі қолданатын болсақ, болмасақ қазір біреуді даже боқта жіберсе кешіре алмай жүреміз. Уақытын күндеп, айлап соны жүрегімізде сақталып қалады. Ал пайғамбарымыз соның барлығын кешірді, жүрегінен шығарып, сонда қанша адам былайша айтқанда өмірінің соңына дейін жақсы көрді пайғамбарымызды. Кешіру, айыпты өшіру деп мақал бар ғой сондай. Жақсы, рахмет. Дәл қазір бізге тікелей эфирден қоңырау шалған телекөрерменіміз бар екен. Сауалын тыңдап алайық ендеше. Ассалаумағалейкум. Сауалыңызды қоя беріңіз. Тікелей эфирдесіз. Мен бір досымды қатты ренжіткенмін. Өзім айыбымды түсініп, мойындап, ол досымнан шын жүректен кешірім сұрағам, көп рет сұрағам, бірақ ол досым мені кешірмей тұр. Сол осы передачаны теледидар көретінім, осы передачаны ылғи көреді. Осы қазір мен ол кісіден кешірім сұрағым келіп еді. Аты жөніңіз кім? Менің атым Гүлжан. Рахмет сауалыңызға. Гүлжан апайымыз міне телекөрермен осыны көріп отырған болса да бір түсінетін шығар сезімін. Жалпы осындай жағдайда не істеу керек жалпы, егерде? Бүгінгі осы мынау көтеріп отқан тақырыпты егер жаңағы айтқан досы егер көретін болса, мүмкін нәтижесін естіп, мүмкін иншалла ол да кешірер. Алла жазса, мүмкін осы жетінің ішінде мүмкін қайтадан мүмкін байланысты тақа жатар. Әрине, кешірімділік расында да қатайған жүректің барлығын жұмсартады. Пайғамбарымыз бір күні сахабалармен мешітте отыр еді, содан араға ой тастады. Қалайсыңдар ма? Жәннаттық адамды көргілерің келе ме дейді. Сахабалар бірден келісті, көрейік кім екен деп. Дәл сол уақытта жаңағыдай қарапайым, жаңағыдай сақалынан дәреттің суы тамшылап тұрған қарапайым бір мұсылман кіріп келіп сапқа қосылып отырды. Осы оқиға 2 күн 3 күн тағы айтыланды. Әлгінде сағаға айтқан кезде әлгі кісі қайта кіріп келе берді. Сонан соң сахабалардан болған Абдулла Амр ибн Ас, Алла ол кісіден разы болсын, әлгі кісіні мешіттен шыға беріс жерде қолынан демеп, қолынан сүйеп, рұқсат етсең мені өзіңе Құдай 3 күн қонақ қылсаң қайтеді. Әкемізбен бір 3 күнге ренжісіп қалдық. Жарайды, Құдай қонағым болды, үйіне келдім. Содан үйіне келеді, сүйсе, жатпай тұрмай аңдығаны көрген әлгі сахаби болады. Ол қандай амалменен жәннаттық болып жатыр, жәннатқа қайсы амалын жетелеп жатыр деген секілді. Сөйтсе жаңағыдай қараса ешқандай бір артық амал жоқ. Күнделікті жаңағыдай 5 уақыт оқылатын намаздарын қаза етпейді, артық бір амал көрген жоқ. Сонан соң 3 күн өтті. 3 күн өткен соң әлгі үй иесінен рұқсат сұрады. Кешіріңіз, рұқсат болса мен қайтайын. Бірақ мен әкемен арамызда ешқандай араздық болған жоқ. Бірақ пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, жәннаттық адам дегенде сіз 3 рет қайта кіріп келдіңіз депті. Алла үшін айтыңызшы, сіз қайсы амалмен жәннаттық болып жатсыз деген кезде жаңағы сахаби ойланады дағаны. Өзің көрген амалдан артық мен амалым жоқ депті. Бірақ мен әрбір кеште жастыққа бас қояр кезде Алла тағаладан сондай дұға тілеймін. Мұсылманның әрбір жетістігіне қуанамын дейді. Әрбір мұсылманға берілген нығметті мен еш уақытта қызғанбаймын деген екен депті. Және сонымен қоса маған өзіме зұлымдық жасаған, маған өзіме қастық қылған, маған дұшпандық қылған, маған қиянат қылғандардың барлығын Алла үшін кешірдім деп барып мен жастыққа бас қоямын деген екен депті. Әлгі сахаби болса, осы ғой, сені жәннатқа жетелеген амалың осы ғой деген екен депті. Қараңыз, қандай қасиетті. Жәннаттан үміті бар әрбір пенде осы нәрсені ұмытпауымыз керек. Рахмет. Бізге тікелей эфирден қоңырау шалған телекөрерменіміз бар. Ол кісінің де сауалын тыңдап алайық ендеше. Әке шешеммен бір ұрысып ниет қылып едім. Содан әке шешем үйден қуып жіберіп мені ұрысып қалдық та.
әпкем бар бәрі. Сонымен әйеліммен кетіп қалғанмын. Баламен алғам ғой әйелімді. Соған енді нетіп жатыр да, сен баламен алдың, бәлен түгілем деп жаңағы. Жөзексесің деп әйеліме, бәлен түгілем бәрін айтып. Сосын кейін үйтіп барып кешірім сұрадық. Өзім барып қайтадан кешірім сұрадым бір-екі рет. Соны шешем әлі күнге дейін кешірмей жүр ма білмеймін. Жақсы, рахмет сауалыңызға түсінікті. Осындай бір оқиға бір өткен, осындай бір оқиғаны білем. Бір кісі ауылда 3 ағайынды болды да, бұл кісілер. 3 ағайынды болғаннан кейін ағасы әкесіне айтпай үйленіп кеткен. Балалы әйелге емес, бірақ тұрмыс құрған әйелге үйленіп кетеді. Содан кейін жаңа інісі 3 ағайынды ғой бұлар. Ең үлкен ағасы үйленіп кетеді. Содан кейін екінші ағасы айтады, екінші бауыр айтады, со бір әкесі ол жерден ол совет үкіметінің кезі бір жаңағы имандылықты онша әлі халық жаңағы жүрегінде болғанмен бұлай айтылып кең заман емес. Сол кезде жаңағы бауыры сондай бір иманды кісі екен, әкесіне күнде айтады ғой, менің ағам ғой ол, сіз аралассаңыз. Әкесі айтады, мен көрмеймін дейді да оны, көрмеймін дейді. Содан кейін содан бауыры қоймай жүріп ағасымен әкесін татуластырады, былайша айтқан кезде. Ағасы бауыр ұйытқы болып отыр ғой. Ұйытқы болып отыр. Сондықтан да бұл жерде әрине әке шешенің разылығын алу ол үлкен шариғатта үлкен нәрсе, Алланың разылығы, ата-ананың разылығында дейді. Сондықтан да мүмкіндігінше жақсы сөйлеп тіл табысуға болады. Себебі ата-ананы ренжітсеңіз, сіздің жаңағы берекеңіз де болмауы мүмкін. Олардың егер дұғасы қабыл болып кетсе, сіздің өміріңізде қиыншылыққа ұшырауы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде тіл табысуға мүмкіндігін жұмтылу керек, түсіндіріп айту керек, жағдайды барып. Қайтпау керек болып тұр ғой. Қайтпау керек. Себебі ата-ананың разылығын, Алланың разылығын ата-ананың разылығына қойып қойды да шариғатта. Біздің дәстүрімізде де сондай. Ешқашан әкенің қарғысы оқ, шешенің қарғысы боқ деп жатады. Сондықтан да мүмкіндігінше алмауға тырысу керек. Қайта барып әкесінен кешірім сұрап, түсіндіріп жағдайды, осындай болды, енді бұл алу сауап екенін балалы әйелмен әбеке қарап отырсаңыз, пайғамбарымыз сауап, мысалы оны бір жаңағы әрине жаңағы не Айша анамызға үйленгенде жаңа қызда үйленген Айша анамыз үнемі айтып жүрген, бірақ басқа әйелдер пайғамбарымыздың да өзінің әйелдері басқа қызда ешқайсысы тиген жоқ мысалы. Соның айылған пайғамбарымыздың өмірін мысалға келтіріп айтып түсіндірсе, бұл жерде шешілмейтін нәрсе болмайды деп ойлаймын. Барынша әрекетті қарау керек, Алладан дұға айтып сұрау керек болып тұр ғой. Әке шешенің мүмкіндігінше көңілін табу керек. Себебі мынандай бір түсінікті болды, рахмет. Енді бұл бауырымызға шынымен де сондай бір тайынбау керек, ата-ананың ризалығын алу үшін. Ананың жүрегі нәзік қой жалпы енді. Бір имамның біз шешесі қайтыс болып, біз бардық енді, жас кеткен шығар десек, сонда бір 90-ға келіп қайтыс болыпты да, ана кісі егіл-тегіл ішінен жылап жатыр, біз көріп тұрмыз. Жалғыз ол екен, біздерге айтады да, мен анама мүмкіндігінше жақсылық жасай алмай кеттім дейді да. Болмаса қанша 90-ға келгенше жақсылық жасаған ананың рөлі бәрібір де ол ертең тірі кезінде біз разылығын табуымыз керек. Сондықтан да осы қысқаша осыны айтайын деген едім. Рахмет, Алла разы болсын. Енді бүгінгі осы студиямызға келіп осындай бір керемет тақырыпты талқылап, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахметіміз айтамыз. Алла разы болсын. Жалпы енді қорытынды сөз айтайық. Енді жалпы кешірімділікті бойымызға қалыптастырайық. Қорытынды сөзіміз айтып өтсеңіз, Әнуар аға. Арасында да бүгінгі күнгі өзекті мәселе жаңағы ағайын, туған туыс, бауырлар, достар арасындағы нәрсе ол кешірімді бола білу. Иншалла бірімізге біріміз кешірімді болайық, бірімізді біріміз кешіре білейік. 3 күннен артық аразасудың өзі артық дейді ғой шариғатта. Сондықтан да 3 күннен асырмайық. Ол ағайынның арасында өкпе барда кек жоқ деген дүние болады. Ол өмірдің заңдылығы. Реніш деген нәрсе болады, өкпе. Бірақ солардың барлығын кешіре білгеніміз иншалла нұр үстіне нұр болады. Енді қазақ ағайыншыл халық қой. Негізі ағайынына ренжиді, туған туысқанына ренжиді, немесе достарына ренжиді. Жақын тартатын адамына ренжиді. Даладағы, айдаладағы адамға ренжи алмайды ғой. Сондықтан қазақ айтады, туған туыс, ағайын өкпеге қиса да өлімге қимайды дейді. Сондықтан да кейін білмегенді кешірмесең, білгенің қайда деген қазақта сөз бар. Білмегенді кешірмесең, білгенің қайда дейді. Ол білмей тұр ма, сен біліп тұрып оны кешірмесең, сен де Алланың алдына сұра аласың. Сондықтан да өзі бір азғантай ғана халықпыз, бір-бірімізге
мүмкіндігінше жақсы сөйлеп мейірімді болсақ кешірілмейтін нәрсе болмайды деймін. Алла тағала серік қосқанын ғана Алла тағала кешірмейді екен, қалғанның барлығын кешіреді екен. Алла кешіріп тұрғанда ең бастысы адамның кешірмеуі енді болмайтын шығар енді. Иә, өте керемет аға. Енді бүгінгі хабарымыз, тікелей эфиріміз өз дәрежесінде өткен шығар деп ойлаймыз. Мына Жандарбек бауырымыздың, Жандарбек Бұлғақов айтыскер ақын бауырымыздың бір өлеңі бар екен. Заман дамып жатқанмен манан аңғар, мейіріммен жұрдай боп жүр адамдар. Ең үлкені сауаптың алады екен, бірінші боп кешірім сұрағандар. Бірақ бүгін көп адам мұнықпайды, өзінше ешбір кінәні жуытпайды. Сені ұмытып кеткенмен ешқашанда өкпелеген адамың ұмытпайды. Ар ұяттың есігін күзеткендер, бір-біріңе көңілді мұз етпеңдер. Жақсы адам ол, қатесіз адам емес, қателігін түзетіп, түсініп түзеткендер. Ерегеспен шығатын ес үнемі, кекшіл адам сауаптан кешігеді. Кешіріңдер адамдар бір-біріңді, кешіргенді Алла да кешіреді дейді. Кешірімді болайық ардақты ағайын. Алла тағала кешірімшіл адамдарды кешірем деген. Ендеше біз де жақсылықтан, ақыретте жақсы болудан үмітіміз болса, бұл тіршілікте бір-бірімізге кешірімділікпен, мейірімділікпен қарайық. Келесі кездескенше аман саулықта жүздесейік.